Ақырыңыз оларға әдейі қолды болды. Не дейсің? Оларға тез ұсталдың ба? Әлгінде сайысқа шыққанымда жау қолының күшті екенін көріп, бұл шайқасты күшпен емес, айламен жеңу керектігін аңғардым. Сондықтан Жаңфи жауымен айқасқанда тұрыстық беруге әбден болғанымен қарсы қару сілтемей жауынға әтей қолды болдым. Содан кейінші? Содан кейін Леубейдің бекінісіндегі әмір шатырына барғанымда, Леубей мені көріп, байлығымды өзі шешіп, маған жоғары лауазым беріп, алтынымен сыйламақ болды. Онан да қарабеттігі мені күйеу бала қылып, қызын әміріме бермек болды әуелі. Чиндаурың, сұлу ұқшар салымың күшті-ақ екен, ә? Ием, Леубейдің өтірік көлгірсіп, арамзалы ойлап тұрғанын аңғармай қалам ба? Сонымен жалғана мақұл болдым. Айтқандай, Леубей маған іштен сәйкесіп, бүгін түн ортасында алау жақ белгі бер. Қолымды бастап келіп, шабылдаймын деді. Ием, бұл таптырмас орай. Кезі жеткенде, қорған ішінен шырға құрып, садақшыларды сайлап, мен оларды ішке кіргізгенде жебені жаңбырша жаудырып, Леубей Жаңфи жугілеңлердің көзін жаясыз. Кезі жеткенде тағы бір қосынды бастап, Жиңжуға төте тартып, Гуаньйиді ұстаймыз. Сонда Жиңжудың 9 аймағын ием өзіңіз билейтін боласыз. Бұл айлаң керемет-ақ екен. Чиндаурың, Леубейлерді қой, алдап түсіріпсің. Сонда бізді алдамасыңа сіз қалай сенеміз, ха? Бекзада, мені сондай адамға балайтыныңызды мүлде ойламаппын. Бекзада, иемілескеніме соншама ұзақ жыл болды. Иемнің маған қайта жан бітіргенде қамқорлық өткен. Обаздық етігі дәтім қалай барсын. Айтқандарымның титтей жалғандығы болса, тірімде жасылсын, өлгенде күлім көк күшсін. Маған да сенбейсіз бе? Сен саңғын түзушан. Оның үстіне, оның қабілетімен мынадай шырғалап айласын, әсте ойлап таба алмайды. Оны сөзсіз жугілаң істетіп отыр. Даурың ауа. Сен де қулығыңды асырсаң болды ғой. Әміріңізге қолдық. Әй, сен кімсің? Чинсанғун қайда? Ем олымен сөйлеспекші. Леухан ағасы қайда? Еліміз осында. Тез қақпан ашыңдар. Қақпан ашыңдар! Жүріңдер. Чиндаурың қайда? Қос қасапшы, танықтап көріп ал. Аға шөлең мұнда. Леубей, шырғаға түстің. Атыңнан түсіп дереу тізе бөк. Қашанды қасарсасаң. Болмады. Сөзсіз шырғасы бар. Емізді қорғап, бұзып шығыңдар. Ләппәй! Жігіттер, тұстыстан қоршаңдар, жеп атыңдар! Ләппәй! Атыңдар! Емізді қорғап жарып өтіңдер! Леубей қашып кетпесін! Тез болыңдар! Қолдар! Тез болыңдар! Тез!
Tez! Lüvi koş etmesin! Lüvi dağılır! Kıyılanadır! Lüvi sındır! Lüvi koş etmesin! Kalkan bulak kasapçı! Posta! Tüh! Ol kaç etmesin! Kundar! Lüvi, senin de bugünkü günün bolar eken ha? Men ıslamak edin koy. Mağal özün oldu boldan. Jasavul barmın, baylыңдар. Löpbey. Бекзада, мынау Лüvi емес екен. Алданыппыз. Aldanıpпыз. Tezірек кетейік. Шегініңдер. Тез болыңдар. Шегініңдер. Тез. Şimdi orumdu üstten basın alınlar. Begzadasını tutanlar. İyi de qaytып келді. Аяқдабысына қарағанда сөзсіз жеңіспен оралды. Ақылшы, айтқаныңыз айнымай келді. Әлгі ішіңді орынға рас сенім жоқ екен. Ол садақшыларын сайлап мені алдап кіргізді. Бірақ оның сайқалдық істегені қайта жақсы болды. Қалаға шабуылдамай-ақ Людудың ұлы Люшенді ұстап алдық. Люшен қайда? Ат қораға байлақ қойдық. Ей, қонаққа бұлай мәміле жасама, тез барып шақыр. Ида, үлкен еңбек сіңірдің. Люшенді ұстағаның лең-лең далғанмен бірдей. Бұл қалайша? Ерте айтқан едім ғой. Леуді өліз болғанымен жалғыз ұлын жанына балайды. Лең-лең қаласында көбіске Люшен ие. Қарада тұр. Ертең таңертең Леуді бағынамын деп жалауын көтеріп, қала қақпасын ашып, таңба мөрлерін көтеріп, бізге тізе бүгіп, Люшеннің жанын алып қалуға келеді. Бұл сүмелектің қолы бір қалаға татитын болды. Жарайды, болады, татиды. Линлин қаласының бас уәли Люду қанағасын қарсылады. Қанағасын қарсыламыз. Алысы, өте кішілік қылдыңыз. Сіз де патша ұрқынансыз ғой, жай жүздесіп қалдық. Қанағасы, атай көрмеңіз, пақырыңызды қанағасымен салыстыруға қайдан болсын. Бекзада Люшенді шақырыңдар. Әке! Oğlum amansın beydi. Көңілім ен торнıқты. Әке! Сізде бүгіңіз. Күнәкәр ұлық Люду, өзіңізге Лең уәлиінің мөр таңбасын түгел тапсырат, қабыл алыңыз.
ағайдың іскерлігін көп естігем. Вәли болған 10 жылда бұқараның қарны тоқ, көйлегі көк. Ұры қара ел іргесін аттай алмапты. Мен аса батылдықпен сізді осы мөр таңбаңызды алып, Ленинға үздіксіз бас вәли болуға ұсыныс етемін. Қанағасы, Ленин жері бұрыс, халқы аз болғанымен, қалайда бір аймақ қой. Керек қылмай қойсаңыз, болмайды ғой. Ала алмай әлек болып келгенде, қалайша керек қылмасқа? Қанағасы, онда бұл жердің бас вәлилігіне өз адамыңыздан неге қоймайсыз? Сіз өз адамымыз емессіз бе? Сіздің де менің де фамилиям Леу. Бұл орынға сізден артық адам болар ма? Ағасы, баяғыдай алаңсыз басқара беріңіз. Пай қанағасы ау. Қанағасы, расында пейіріңіз дархан кең екен. Лениннің қою гүл шарабын көп естуші едік. Бас уәли болғанда бізге бірер тостаған сыйламайсыз ба? Біз әлі ашпыз. Дұрыс. Шарап ішейік. Қазірдің өзінде мұрныма иісі келіп тұр. Қанағасы, жоқ, ием. Қалаға кіріңіз. Леудуға мөр таңбаны жұрт алдында қайтаруыңыз аса парасатты шешім болды. Леуду сияқты айғақ уәлинің не ойлайтынын білесіңдер ме? Бірінші ойлайтыны әрине мәнсәбі, екінші иесінің кім болатынын ойлайды. Ол жөннен патша алыс, ал Жеңжудың қожасы оның өлім мен өмірін белгілейтін бастығы. Сондықтан Жеңжуға кімнің қожа болуы, кімнің патша болуынан да маңызды. Жеңжудың бұрынғы қожасы Любяу, кейінгісі Саусау, ал менші Любяудан мақтырақ, Саусаудан жақсырақпын. Әрі оны құтторынан қозғамадым. Сонда ол қуанышы қойына сыймай маған адал болмай қайтеді. Жұрт көңілін қайырымдылықпен алуыңыз қылпылдаған қанжардан да қырпымды. Көрегендігіңіздің арта түскеніне пақырыңыз тәнті болды. Леудудың бағынғаны елге таралған соң, Улин, Шаңша, Гүяңдағы жұрт жүрегі шайлығып, шайқаспай бағынуы расында ғажап емес. Зылың дұрыс айтады. Меншеде осы 3 аймаққа иемнің бәріне өзі қол бастап әуре болуының қажеті жоқ. Тек аға саңғындардың біріне жасақ қосып аттандырсақ та жетеді. Сіз осында қалың қолды реттеп, жасақтарды жаттықтырып, ауқымдаңдасаңыз болды. Терістік пен шығыста қалайда күшті жауларымыз төніп тұр. Жарайды. Малияң алдымен Ленгенді, онан соң Гүйяңды, соңында Чаңша мен Улинді алды ген. Қазір Ленгенді алдық. Енді Гүйяңды алайық. Қол бастап қалан алуға қайсың барасың? Мен барайын. Мен де дайыммын. Иді. Ленин шайқасында сен үлкен еңбек сіңірдің. Енді кезек менікі болсын. Әй, Ленин неге тұрады? Біз ұшты найзамды сілтемей жатып, соғыс аяқтап кетті. Құмардан шыққан жоқ, түктайызым қанған жоқ. Гүяңды мен барып аламын. Иді. Ем алдымен мен айттым. Ей, алдымен сен айтсаң, сен барушы ма едің? Түстікке жорыққа мен атойшы, сен кеме атойшысың. Атойшы бармай, кеме атойшы барса, ел күлмей ме? Болды, таласпаңдар. Болмаса, шек тартыңдар. Жарайды, тартайық. Келіңдер, міне жазық қойдым. Алдымен мен тартайын. Бармайсың? Ида айнық балма тегінде, шек тартқан өзің. Демек, жау зылыңның баруы тәңірдің ойы. Ием, зылың 3000 қолмен барып Гүяңдалсын, қалай дейсіз? Жарайды, осылай болсын. Аға, маған 2000 жасақ берсеңіз болды, Гүяңды шауып аламын. Қой енді. Ида, осында менің жақсы хабарымды күтті. Мен бар дайындалайын.
Ақылшы. Золың. Бұл сізден сұрайын дегенім. Күйяңдалы орайын ие болуыма неліктен қаралық істеп көмектестіңіз? Бұл орайға ие болғың келмей ме? Әрине ие болғым бар. Бірақ ақылшының жамбасын қаламаймын. Адалдығың мен ерлігің ерен бауырымай. Мен саған жамбасып отырғам жоқ. Қолбасы болған адамның ең тектейтіні саңғындарды бөле қарау. Менің бұлай істеуім мүлде жалпы жағдайдың қаразы. Ақылыңызға зәрумін. Ем бұл рет түстікке жорық жасағанда, алмақ болғаны түстіктегі 4 аймақ. Ал бұл мақсатқа жетік үшін қырғын соғыс қана салсақ болмайды. Бағынған мен мойын сынбау жағдайы шықса, жыңжудың іргесін кеңейту бұлай тұрсын. Бүліктен көз ашпас халге түсуіміз мүмкін. Идінің мінезі дөкір, атыс құмар, зәуде бағынбай қасарысқан қорғаушы саңғынға тап болса, сөзсіз ашуға басып, найзасын сермеп жіберуі мүмкін. Сондықтан, Күйяңдалуға сені құп көрдім. Пақырыңыз түсінді. Таңшандық жаузылың боламын. Сен кімсің? Күйяң қолының алдыңғы лек аламан басы чынның болам. Жауфан қайда? Жауәли, сенімен неге кезігеді? Ием Лю Шуанды, Жыңжудың бұрынғы қожасы Лю Жingxingнің інісі. Қазір Жыңжуды Бекзада Лю Чимен бірге басқарып отыр. Әмір бойынша елді тыныштандыруға келсем айқасуға қалай рәтің барды? Біз сау әзірге ғана бағынамыз. Қалқан құлақ қарақшыға қалай бағынбақпыз? Чынсанғын, Алмас қанжардың құдіретін естіген бе едің? Немене? Андағы алмас қанжар ма? Әлгінде сен өлтірген болсам, басыңның ауырғанда сезбес едің. Барып мықтырақ қаруыңды алып кел. Сені тосам. Саңғын, міне! Жауын, кел ғане! Мен сенімен 300 кезек айқасам! Чыңен, өмірімде қарсыласында 30 кезектен асырып көргім жоқ. 300 кезегіне шатып тұрған. Чыңен, өңкөй жаман жұтық темір терсек жинап алғансыңдар ма? Басқа да мықты қаруың болса алып шық. Сені тосам. Қолыңдағы андағы алмас қанжарың болмаса, сенің де батырлығың белгілі екен. Жарайды. Алмас қанжарымды қынабына салып, саған кереметімді көрсетейін. Көзіңді ашып қара. Саңғын, міне! Сереңді де, айбалтаңды да шығардың. Енді қош шоқпарға түстің бе? Кейін. Аламан басы болғанда қызық екен сен. Жауын!
Өлсем де сенен қорлық көре алмаймын. Кел ғане! Чөп! Kete ver. Meni neге өлтірмейсің? Ер жігітті өлтірмеймін. Кете бер. Жауфанға бармайды. Ем ертерек бағынсын. Чö! Чö! Тақсыр, жауының атағы бекер шықпапты. Түмен құлға төтеп берер ерлігі бар екен. Серемді де, айбалтамды да, соңында қос шоқпарымды да сілтедім. Бәрінде әп сәтте ұтылдым. Басымдалуына әбден болар еді. Бірақ қоя берді. Нағыз әділетшіл батыр екен. Жауым мұндай болғанда, иесі Любий сөзсіз парасатты жан. Сонда өзі не демексің? Төтесін айт. Ием бағыныңыз. Чаңбан қапталында жауын саусаудың миллион қолын елін құрлы көрмеген. Ал ол Любийдің атайшы саңғындардың біреуі ғана. Гуаньи Жаңфилар әлі бой көрсеткен жоқ. Любийдің қалың қолына қарсы шығар бізде қаншалық қауқар бар. Оған саусаудың өзі де қарсы шыға алмас. Ием бағыныңыз. Жап аузыңды. Бағын дейді тағы. Айтып тұрған сөзіңді қарашы. Гүйян қан теріммен қалап шыққан қалам тұрса, Любийге қалай қос қолда ұсына салады екем. Қол басы болған адам өлсе де бағынбайды. Онан да жауынға қалай төтеп беруді айтпайсыңдар ма? Не күндемей қалдыңдар? Бас уәли тақсыр. Жауынға Чынсаңғының өзі астар болалмағанда бізге не жоқ. Менше бағынғаныңыз абзал. Сендердің намыстарың қайда кеткен? Жайшылықта қалай қараушы едің сендерге? Ием, Любийге бағынған соң, тағы бас уәлилікке тағайындалыпты ғой. Соны айтам. Бұлай болғанда бекініп болған ұқсайсыңдар. Егер бағынбасамшы. Онда бізге өкпелемеңіз. Сендер өзі қайтпексіңдер. Хан ағасына бағынуға насихаттаймыз. Хан ағасына бағыныңыз! Ой, бірау, саңғындар, ашуланбаңыздар. Бәріміз бір үйдің адамдарымыз емес бе? Өзіміз кеңесіп шешпейміз бе? Жаували, менше саңғындардың кеңесі де Гүйяңның тіпті сіздің қамыңыз ғой. Болмаса, саңғындардың айтқаны болсын.
Жарайды. Айтқандарың бойынша Любиге бағынайын. Басу әлі, сонда қашан бағынасыз? Ой, келеліс бекітілген соң. Уақытқа сығып қайтесіздер. Ат жасағын тізімдеп, алман салығын реттеп, мөр таңбасын дайындау керек қой. Сіз айтыңызшы, солай шығар. Болмаса бұлай болсын. Бір сүгіні шығып бағынайық. Жарайды. Онда біз әміріңізді күтеміз. Болың! Бар сенгенім, сен едің ғой. Қанжылар сәтте, оларға жақтас бола қалғаның не? Ой, ем-ау. Бірі жау жасағы мықты, жең алмасымыз анық емес бе? Одан қалса, өз жасағымыз бет бұрып, сіз жалғыз қалдыңыз. Менше жеңіліп тізе бүккеннен ырықты бағынған әлде қайда жақсы. Сонда Люду сияқты сеніңізді сақтақ балуыңызға болады. Қарап тұрып, қос қолдап ұсына саламыз ба? Сонда басқа еш амал болмағаны ма? Амал ғой, бар. Бірақ бұл амал өте сұмдық амал. Қанеки Саңғұн? Саңғұн, төрлетіңіз. Құянды қорғаушы вәлия. Сізден болсын. Атай көрмеңіз. Мен бағынға бақырыңыз болған соң, төменде отырғаным оң ғой. Қанеки төрлетіңіз. Жауаба, қане. Екеуміздің еміз бір. Тартынып қайтесіз. Саңғұн отырыңыз. Қанекей. Атағыңыз жер жарса да, аса кішпейіл екенсіз. Пақырыңыз Саңғұнға бір тостаған алдырсын. Қане? Қанеки. Тақсыр. Уәлидің әмірі. Құян Любиге бағынды. Сендер қорғанысты күшейтіп, оқыс жағдайда сақтаныңдар. Дереу барып қала қақпасын жауып, әрқандай жанның кіріп шығуына тыйым салдар. Ләппәй! Саңғұнның ата тегі, менің де ата тегім. 500 жылдың алдында бір шаңырақтың баласы екеміз ғой, а? Одан қалса, Саңғұнда мен де Чыңден қаласынанбыз. Аласапыран заманда екі ауылдастың осында басқасуы Тәңірдің бұйрығы мен емене. Қорашсын басаңыз, пақырыңыз сізбен төс соғысып туыс болғысы келеді. Қалай дейсіз? Онда мен сізге іні болайын, қалай? Атай көрме. Ағалы құрметіңізге інімізден бір мас болып қалды ма? Не деген тез? Келіңдер! Тақсыр, барлығын орналастырып қойдым ма? Алдымен шарапты төгіп, қанжарын алып тастап, ішкеге апарып дем алдырыңдар. Ләппәй! Сәлден соң жеңгемді шақырайын. Саңғұн, бетіңізді сүртіңіз. бұл жер
kuyovimning ko'zi tirsindagi shaxtini yiyor. Qat'iy kirib qolibman. Oy, baurum, qat'iy kirgan jo'qsan. Bo'lma. Sira qalaysiz? Sanğun, saspa. Bulğanim mening jengem. Ağam qaytыс bolğan. Jengem ata qabroyuna burundan tənti. Sosun men jengemi sağan sirk bol degen edim. Bula bestik. Hessi bolmaydı. Baurum, meni ağat түсіндің. Бұл мүлде жақынға шабу емес. Ортасында әңгіме бар. Кел, мен саған түсіндірейін. Кел. Қане, отыр. Жауабы. Айта бер. Ағамның дүниеден өткеніне 3 жылдан асты. Жеңгем жесір қалды. Үстіп отыра берсе де болмайды ғой. Тағы байға тидеп талай айттым. Бірақ ол қаламға да қаруға да мықты. Ат әлемге әйгілі өң бітімі келіскен, айбаты жұрттан асқан адам болып. Тағы оның да ата-тегі жау фамилиялы болса кием дейді. Көрдіңіз бе? Әлемде осындай сәті түскен іс болар ма? Жеңгемнің қалауынан дәл шықтыңыз. Бұлай болғанда жақсы пейіліңізге рахмет айтуым керек екен. Егер мен бұған мақұл десем, онан ары қандай ұлы жоспарыңыз бар? Жаман ағаңның Шижаңда бір сарайы бар. Шижаң? Ол Саусауның жері емес пе? Солай. Бас уәзірдің зұлым саңғын қаңсар ауғалы көп болды емес пе? Сонда бұл құлығың мені Саусауға сату екен де? Япырау інішегім ау, олай емес. Кім сенің інім? Төс соқсып, туыс болдық емес пе? Тыңдашы мені. Леубейдің қолынан түк те келмейді. Әлемді Саусаудың билейтін даусыз. Ой! Мені ұстамақшысыңдар ма? Жау енді ұстаңдар! Tez қуыңдар, жау енді ұстаңдар. Ойбай, тақсыр, жау енді сайыскерлігі сайқанда ерен екен. Ол қанша мықты болса да, қарапайым пенде емес пе? Тағы еткені безақ нөкер. Әмірімді жеткіз, ұстай алмаса, өлтіре салсан. Әсте қашып, құтылып кетпесін. Ей, тез, құлсаңдаршы! Тақсыр! Уәли тақсыр! Айтқаны,
Жауын ұстадыңдар ма? Жоқ. Онда өлтірдіңдер бе? Жоқ. Ойбой. Ортақ осының аламан басы кейінен қақпан ашып, жауынды шығарып жіберді. Не дейсің? Жауын қаладан шығып кеткен болды ғой. Ойбой. Ем-ау, тез кетейік. Сөт пісірімға жетпей жауын сөзсіз қалаға басып кіреді. Жүр. Жүріңіз. Не болды? Ойбой, енді не іздеп жүрсіз? Мөрім, уәлилік мөр таңбам. Ойбой, жан сақтаудың өзі қиын болып тұрғаны, не қыласыз оны? Таптым. Жүріңіз, кетейік. Тез жүріңіз. Иә. Ойбой, тез болсаңызшы, тез. Ойбай! Жаусан құп! Ием бар ма? Көн саңғын, емен ақыл түскүйді кеңесуде. Ем көрдіңіз бе, мұнары Жыңжуға дейін. Аға, ақылшы, мен келдім. Енчаң, не деген тез келдің? Жоқ дегенде 2 күн айналар деп едім. Жыңжуда жасақ жаттықтырудан қалса, қару жарақ жасап, әбден жалықтым. Иді цылыңдардай болған қайда. Ақылшы, картаңызға қарап болдыңыз ба? Чаңша сөзсіз менікі. Менше, көн саңғын алыс жол басып шаршады. 1-2 күн жақсырақ демалсын, бұл істі кейін ақылдасайық. Демалған несі? Чебейден кейін маған жасақ жаттықтыртып қойдыңыздар. 10 мың сығай жасақ тәрбиелеп болдым. Енді шайқасқа шықпасам, қанжарымды татпасатын болды. Бұлай болғанда Үйенчаңды майданға тезірек аттандырмасақ болмайтын сияқты. Олай болса, еміз әмірін сүрсін. Көн тыңда, бармын. 30 күн ішінде Чаңша және оның қарастылығындағы қалашықтарды аласың. Бұл шайқаста рақымды да айбарлы бол. Қаланы қиратуға, халыққа лаң салуға бейгүнә жандарды жазым етуге болмайды. Әміріңізге құлдық. Үйенчаң, зылың Гуйяңды, Иді Вулиңді алғанда тек 3000 қол бастап барды. Бірақ Чаңшаның жөні бөлек. Уәли Ханшуанның жасақтары шеттерінен мықты. Әсіресе қарсаңғыны Хуаңжың жасалпыстан асқанымен, әлде түмен қолға төтеп берер батырлығы бар. Атысты қарауыңа болмайды. Сен бұл жолы 6000 қол бастап бар. Ақылшы, қалайша жаудың айбатын асырып, өзімізді жастасыз. Қаусаған жылға қауға ұрымсаудың қажеті қанша? Ондай көп адамның қажеті жоқ. Өзімнің 500 ірікті жасағымды бастап барып ақ, Хуаңжың, ханшандардың басын алып, ағама тарту етем. Енчаң, жауыңды тым осал санама. Ақылшының тілін алып 6000 қолмен бар. Жоқ. Өзімнің 500 жасағымен ақ барамын. Бұл... Аға, алаңсыз болыңыз. Болмаса, ант қатын жазып берейін. Хуаңжыңды ұстай алмасам, жасақ жарғысына тартылуға пейілмін. Хуарыңдау үстінде анық қатын жазған едім ғой. Солай. Маған сеніңіз. Бұл жолы мен Хуарыңдаудағы күнәмді жуамын. Жарайды. Шарап әкеліңдер Үйенчаңды аттандырып қояйық. Қажеті жоқ. Аға, ақылшы, мен Чаңшаны алған соң құттықтаймын.
мақтау шарабын сылқия ішейік. Ант хатын артынан жіберіп беремін. Венчаң сонша жыл саңғын болғанда, қара таласқанын қоймай-ақ қойды ғой. Күңмең, бұл шайқаста Венчаң табысқа жете алар ма? Бұл шайқаста Венчаң табысқа да жеңіске де жетеді. Сеніміңіз одан да күшті болды ғой. Өйткен әлгінде қуарыңдауда қалдық қой. Бұл Гуан Саңғынның көкейіндегі шер. Ол сөзсіз есесін қайырып, еңбек сіңірмей қоймайды.